Ассаламу алейкум, қайырлы таң. Біздер Алматы қаласына қазір шығып бара жатырық. Нарынқол ауылына қарай. Сол жерде Ой-Қарағай дейтін локация бар. Сол жаққа баратын боламыз. Бұйырса енді көңіл-күй бәрі керемет. Идей болсаң көшіп көр демекші. Мына көліктің ішінде қарайған затты жібердім оны. Одан кейін очкиімді жоғалтып алдым. Жыным келіп отыр кәдімгі. Блин, тоже у всех жатқан очки екен. Поверните направо. Соны киіп алу керек болып тұр енді. Қисық очкимен жүреміз жайлап. Двигайтесь прямо. 9 километров. Қалай дейді? Болды. Кейде пешавать етіп жүресің ғой. Алматыда жүрсең бар ғой. Түсінбей қалдым ғой, двигайтесь прямо деген. Так, біздер міне Әл-Фараби даңғылына қарай шығатын боламыз қазір. Можно, да? Конечно, ас болсын. Так, тіп-тіке ұратын боламыз. Осы көшеге қошың бет жалпы. Кең, әрдем жүресің. Бірақ кешке қарай сәл қиындау болып кетеді енді. Жол болсын, жалпы барлық нәрсе бойынша курс тастап отырам. Бізде жалпы Байсейіт ауылынан өтіп кеттік жаңа. Және де газдар кеу мәселесі проблема жоқ, барлық жерде 89 теңгеден болып тұр екен. Жаңа 120 километрде жүріп келдім осы жаққа. Сонда газ бар кезде толтырып алдым барлығын. Дәл осылай жолға шығып баратыр әрі қарай. Жалпы жолымызда қазір бұйырса шарын шатқалы болады. Оған енді соқпаймыз, тіке өтіп кете береміз. Нарынқолға қарай. Нарынқолға жетпей Тегес дейтін ауыл бар, қателеспесем. Сол жақтан біздерді адамдар күтіп алатын болады. Жалпы ол жерлерде сет жоқ деп жатыр, таудың үстінде. Көреміз енді қалай болатын барлығын. Әзірше бәрі керемет. Так, біздер енді данный момент Нарынқолға тіке бағытына қарай түстік. Көлсайға бұрылыстан өтіп кетіп, тіке жүретін болсаңыздар, дәл осындай көріністерге ие боласыздар. Енді жолдары кішкене жамалған жерлері бар екен. Мына тауды қараңыздар. Енді мен осы өлкеге шыны керек бірінші рет келіп жатырмын. Бұйырса сіздермен бірге куә болатын боламыз. Біздер дегенне Текес дейтін ауылға келіп жатырық. Қарап отырсаңыздар, бізде алдымызда Текес бар және жаңа Текес бар. Бізді күтіп алатын адам осы жолмен жүре бер дейді. Қазір бұйырса алдымыздан күтіп аламын дейді. Қаяқтан күтіп алады, қалай болады, ше түсінбей жатыр. Ассаламу алейкум. Сіз ба күтіп алатын? Ассаламу алейкум. Барақат болады дейсің. Айдос болады. Айдос. Қалай қарай жүреміз? Мына жалпы Текес дейтін ауыл ғой, Иә. Сіздер неғып бүйтіп айланып келдіңіздер, мына жақпен барасамыз. Жоқ, біздер жалпы былай ғой, қаяққа кетқанымызды білмейміз, шыны керек бар ғой. Осында бір келесіңіз бе? Давай дедік та басып келатырық қой, короче. Қазір бүйтесіздер. Мына жолға сөздер, да? Иә. Мына ауылдан шыға салғанмен, неден өткен, судан өткеннен оңға кетесіздер, өзі жол бар. Жаңа Текес деген жақаш. Жаңа Текеске қарай кете береміз, а? Иә. Жаңа Текес жүре бересіздер, короче. Сол жолмен до конца жүресіздер. Жүргеннен кейін Сарбастау деген ауыл бар. Сол ауылға жетпей, оңға грунтовый жолға шығып кетесіздер. Жетпей. Иә. Сарбастау. Екі жақта не бар, металлический ограждение бар, да? Ауылға кіре берісінде ауылға былай кетесіздер, да, мына жақта грунтовый жолға былай кетесіз. Грунтовкаға былай шығып кетесіз. И сонымен до конца грунтовкамен жүре бересіздер. Так, жүре бересіздер, жолдан пост болады, постты көресіздер, посттан дальше жүре бересіздер. Жүре бересіздер, и потом лесник бар ғой. Лесниктің екі үйі болады. Содан өтесіздер. И дальше жүре бересіздер. Сол жерде жүргеннен кейін алдыларыңызда қалай еді? Сулысай деген демалыс орны табличка тұр, да? Одан дальше өтесіздер. Дальше өткеннен кейін буквально где-то бір 500 метр деген оң жақта екі юрта тұр. Вот сол өзі көрінеді жолдан.
сен қазір мынамен барасыздар. Ол енді баратқан жердің жалпы аты жөні қалай? Ой Қарағай демалыс орны. Ой Қарағай да? Да. Ой жақта сет жоқ да? Жоқ. Қайқа баратырық сіздер? Ой Қарағайға ма? Базар жоқ. Мана деген бәсе ана келгеннен тіке салу керек еді, мына жаққа қарай. Нарынқол деп тұрды ғой тіке. Жоқ, сіздер бүйтіп немен келе салу керек еді, Қарасазбен. Иә. Жол новый да, и ол жақ жақын кішкене. Сіздер айналып келесіздер ғой. Бәсе что-то түсінбей қалдым менде. Ана неге бұрып жіберді ғой біз, навигатор бұрып жіберді ғой. Содан что-то менде көрдім қара жол ма бірдеңе тұрған сияқты да. Нарынқолға тіке да, короче. Иә, Нарынқол. Неше километр қалды? 15. Келіп тұр екен ғой да? Иә, мына жерде. Нарынқол ол қанша населениесі? Көп па? 8 мың, 7 мың, 8 мың. Үлкен екен ғой да? Иә. Районный центр ғой. Окей. Все, от души. Ол жақта нема? Енді қазір бізде наличный жоқ, қалай бар екен? Ну, перевод потом жасасаңыздар да болады шығар, не знаю, ну, банкоматқа барып, наверное, сенеміз. Қаяқта банкомат? Нарынқолда бар. Так. Қазір олар аламын екен менен? Кіргіземін екен мені? Ну, Айгерімге потом звондап, может. Жалпы сіздікі ма ол? Жаңа баратын жер? Не, біреудікі ғой ол. Маған просто этот Айгерім попросил. Айгерім, мен даже Айгерімді танымаймын ғой, прикинь. Мы вообще как-то непонятно, общаемся. Этот, күтіп алып апарып тастасын ба деген. Түсінікті. Перевод жасап берсеңіздер де болады шығар, ну, потом. Потом ба? Иә, шыққаннан кейін. Блин, 15 километрге барғың келіп тұрған жоқ, 30 километр ғой, той ішінде қазір жүресің, ау деген сияқты. Да? Бара берейік, көрерміз. Может, айтады шығар, жерде связь ұстайтын жерлер бар ғой, скорее всего. По-любому өздерінің бірдеңесі бар шығар ғой. Может, сол жерде, может, перевод жасап бересіздер. Болды, түсіндік. Сіз өзіңіз қайда тұрасыз? Мен Нарынқолда тұрмын. Нарынқолда тұрасыз. Қай жылғысыз? 94. 94? Үлкен жігітке ұқсап тұрсың негізінде. Мен бір 82 ма бірдеңе шығар деп тұрмын сен. Все, хорошо, онда жол жүрік сіздер. Жолдарыңыз болсын. Иә, от души. Сау ол. Иә, жаттап алдым. Сарбастауға жақындық болдық енді. Оң жағына қарай түсіп кетуім керек бұйырса мен. Сол жаққа қарай түсіп алып, жайлап жүріп отырамыз ғой, ояқты жолын көретін боламыз, сияқты қандай екен. Дәл Қытайдың шекарасының түбімен жүріп келатырық қой. Ассалаумағалейкум бауырым. Қалайсың, жақсысың ба? Шекарада жүрсің ба? Қандай служба сенікі? Жоқ, кинологсың ба, мэпсің ба? Мэп? Болды, базар жоқ. Қай қаладансың? Алматы? Шекараны күзетшісің ба? Кілт қалтада, біздер нормальный ұқтаймыз ғой да? Болды. Сен недесің ғой, мынау рубежде жүрсіңдер ма? Мынау тыл ғой да? Сен рубежде жүрсің ғой. Застава қайда? Ауылда ма? Аты қандай заставаның? Меркулов? Естуім бар Меркуловты, иә. Қашан бітеді служба? Күзде ма? Капустасын ба? Оба, капуста силат. Пшено шы? Пшено не зат? Онда айтпай ма? Пшено, капуста деп айтпай ма? Все, давай, жақсы. Наличка дейінде жоқ, лақтырып кете қояйық десек. Баратқан жерімізге де наличный дейін жоқ. Сонымен бір-екі общаться етіп дальше кеттік ал. Міне сулы сайға келдік. Саумал мен емдеу демалыс орны. Біздер одан әрі жүре береміз дедік. Әрі жүре береміз де алдымыздан ағаш үйлер шығу керек деді. Сол жаққа барып тұрып біздер. Алдымызда жаңа жерде застава болды. Сол заставадан өткеннен кейін осы ұлы жолдан оңға қарай бұрылып жатырық. Міне локациямыз таптық. Жалпы қазір түгел
қанша теңге болады, қай жерде жатамыз, не зат жейміз, соның барлығын толықтай айтып отыратын боламын. Сондықтан да арнадан алыстамаңыздар. Қызық енді басталуда бұйырса. Дәл осындай өтетін жолы бар екен. Сізді қараңыздар, қалай ағып жатыр. Ооо! Қуанып жатырмын мен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдайыңыз? Шүкір, жақсы. Өздерің қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Амин, амин. Сіздікі ме? Иә. Қожалық? Иә. Жақсы болған. Бізде осында адамдар бар еді демалып жатқан. Иә, келді. Осыда ма? Сіздер арғы жүзілі отырғанбыз. Мұнда жалпы сет жағы қалай болады екен? Wi-Fi бірдеңе бар ма? Техничный бірдеңелер? Үй жақтан болады ма үстінде? Просто бізде Wi-Fi бар еді, телефон бұзылып қалды. Түсіндім. Неше семья бар мұнда? Қазір 4 адам бар. Біздер ма? Иә, сіздер. Болды. 8. Қазір көрейік, апашкілерді баршаны айтып келеді. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қалай, жақсы деген олжастар ма? Жаңа сіздер келгенде мен жоғарықта жүрдім, ат ұстайын айтайын десейін. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жақсы. Ауайлаңыз. күтіп көзім сарғайды ғой. Солай ма? Мынау адасып Ассалаумағалейкум. Жоқ, адаспаймыз ғой, бәрі түсініп алдым. Баға бойынша барлығын айта өтесіз, қалай, не болады, қанша болады деген сияқты. Бізде қазір сіздер келген 15 мың теңгелік қой күнде. Оның ішіне шуақ тамақ. Кез келген тамақ, шуақ өздеріңіз айтасыздар. Шуақ тамақтар жасап береді. Құрт, май, маңыз, қымыз, саумал, аттан нестер, костер жағастар. Короче, досуқтың бәрін жасап Бәрін береміз. жасап береміз. Аттарымыз бәрі дайын. Сіздер күтіп тұр аттарыңыз. Біздің жылқылар ма? Заставаның аты қалай? Бұл 7-ші застава деп аталады. 7-ші застава. Бұл сонда, бұл мекеннің өзі ой қарағай ма? Бұл жерде ой қарағай деген, бұл күркілдек деп аталады мына жер. Қалай? Қалай? Күркілдек деп аталады. Күркілдек. Былай қарай дәлшіп кетеді, бас жағында мынадан 15 километр жерде не шығады? Көмір шығады. Көмір? Иә. Көмір? Көмір шығады. Сол жерден қазылған кен орны дейді. Кен орны, иә. Сонда көмір шығады. Оны жаңағы неден Алматыдан бері қарай, Шымкенттен бері қарай тартып алады ғой, енді КамАЗ. Осы жақтан тасиды да? Что-то мен КамАЗ. Бұл жерде қазір жаздың күні ондай тыныш. Все. 4-5 КамАЗ бар, олар жаңа шашлыққа ғана. Иә. Қыстың көзіне күніне 100-150 машина. Мұны, короче, трафик дешіш тұрған, да? 150 машина. Базар жоқ. Бұл YouTube арнасы, таң ат баласы. Бұйырса бір сетке шығып атқасын қарайтсын боласыз. Сол жерде осының барлығы салынады. Подробный барлығы айтылады сол жерде. Болды бұл. Осы локация бойынша жалпы айта өтейін, жан-жағында не бар екен. Мына жерде беседка бар. Получается, бұл кешкі құрылым, шай ішіп отыратын жер. Мынау баня деп айтты жаңа. Баня керек болса жағамыз деді ғой, короче. Баняның ішін қарап өтейік. Ух ты! Міне баня. Парилкасы. Осыған суды сүйіп, кәдімгідей ішін бұқыстып. Қамыстан жасалған. Қапталған. Содан кейін мына қараңыздар. Бақ ет кіріп кететін ғой ойшым. Жаның рахаттанады сияқты ғой мына жерде. Одан кейін мына жақты қарап өтейік. Уағалейкум ассалам. Қалайсың бауырым? Жақсы, өздеріңіз. Шүкір, жақсы, Аллаға шүкір. Ассалаумағалейкум. Мельница дейді ғой. Суды качать етіп жатыр. Қазақшасын білмеймін енді. Бұл дүниенің. Бұны қалай айналдырып тұр. Соны бір бақылап өтейік. Ештеңе тоқ, ештеңе қосылмаған. Тек қана подшипникте тұр. Және де өзінің осы подшипник арқылы желдің күшімен өзі айналып тұр. Одан кейін қарап отырсаңыздар, мынандай қалақ жасап қойған, и сол қалаққа баклашканы толтырып жатыр. Толтырып, әр баклашка келеді да, мынаның ішіне құйып, бұлай бойымен су тартып жатыр. Бұлай айтқанда автоматизация. От жағып отыратын, яғни костер, кешкі құрылым, место для костра. Әңгіме айтып, план құрып деген сияқты. Жақсы жер екен.
Қараңыздар, 15.000 теңгеге жаңағы 3 мезгіл тамақ кіреді адам басына. Еще жылқы туда-сюда, короче, баня. Ол деген тегін ғой, блин. Бірақ сәл алыстау әңгіме жоқ. Но мен түсінімше өздерінің жадатын вагончиктері. А мына жерде тамақ дайындайтын жер. Тамақ дайындап жатыр. Самаурын. Былай қарай өтетін болсақ. Қараңыздар. Кете бересің ғой үшін. Мынаның уже ар жағы Қытай. Ояға баруды қажет жоқ бізге. Біздер осы қапталдар, осы жандарда жүреміз, осы аяқтарда. Мынау енді біздің қоныстайтын ағаш жейміз бұйырса. Енді наличка ұстап жүру керек, конечно, мынандай жерлерге шыққанда. Мана деген сол реті болмай қалды, шыны керек сол. Ақша шешеміз деп жүрдік, үйттік өшіп, жоқ болып кеттік. Міне, ағаш үйдің іші. Қыстай мынада будет печкасы бар. Астына осындай пакет жайып тастаған, клеенка ретінде. Одан кейін көрпе төсек барлығы бар. Бәрі нормально. Бұл жерде сеть сломать, если что. Волейбол ойнайтын площадкасы бар екен өзінің. Болды. Не вот бізге мына отырған кісілердің барлығын бір таныстырып өтсеңіз, бұл тек қана маған емес, меніңше оқырмандарым бар, түсінбей жатыр адамдар. Өзім де түсінбей жатырмын. Мен вообще қалай мына жаққа келдім, соны да түсінбей жатырмын ғой, былай айтқанда. Бұл Алматы облысы Нарынқол ауданындамыз біз қазір. Бұл жерде бәріміз Ақтаудан жиналып жатырмыз. Менің атым Ажар. Ана кісілер, үлкен кісілер, олар Ақтаудан келіп жатыр, сіздердің ауылдастарыңыз, елдестеріңіз. Құдағайым менің. Сіз сонда құдағайыңызды қыдыртып алып келіп едік осында. Кісін өзін таныстыршы, ең бірінші. таныстырғанда өзін айтпаймын. Сіз өзіңіз кім боласыз деген сияқты ғой? Менің атым Ажар, мен де Маңғыстаудың қызымын. Менің қандай апамсың деп атсың? Гүлжайнардың туған нағашы апасымын мен. Мына кісінің апасы екенсіз ғой, Парақаттың да апасы. Парақатқа да апа боламын, негізінде ұрудан қуалап келсек. Солай. Короче, ситуация былай ғой. Біздер Алматы қаласында жүреміз. Сол кезде менің жолдасыма хабарласады, Ажар апамыз. Біздер осындай жерге кетіп бардық, келесіңдер ма дейді. Біздер сірә за любой кипиш деп атып шықтық қой, былай айтқанда. Одан кейін даже қаяққа келіп жатыр, қаяққа кетіп барады, Нарынқол деп примерно білеміз қай жерде. Дәл осы локацияны атып шыққан жайымыз бар. Және де осындай кісілерімізбен, құдағаймен бәріміз бірге осындай бір дастархандас болып жатыр екен. Астарымыз дәмді болсын. Ас болсын. Ай, бәйбіше, қалайсың? Жақсы. Жақсымысың? Не қосарлап жатырмын екен? Біздер жәләп атқа отырып алып, Алматыда тым жас жүрген жерімізден осындай жерден бір ат шықтық қой, короче. Күн деген енді көзімнен алдымнан ұрып қоятыр. Негізі артқа қарай жүру керек. Бірақ осылай да күшті болып тұр. Папа, машинамыз қайда? Машина қалқып қойды ғой. Қайда? Артта қалып қойды. Алтта? Кеттік. Қаяудасыңдар? Сендер нешеусіңдер? Мыналар контентчиктер ғой жүрген кәдімгі. Қызым, қалайсың, жақсысың ба? Ертең бұйырса бір үлкен болған кезде, бойжеткен кезде айтып отырасың. Әкем баяғыда кезінде мені атпен шаптырып еді деп. Аттың алдына отырғызып еді деп. Ой қарағайдың бойына келіп. Қызым, осы видеоны қарап отырасың ертең бұйырса. Әкем марқұм жақсы еді деп. Бәйбішеме ұнамай жатыр көрінеді. Мама бұқты отырады уже. Енді жалпы сізді брондау мәселесі қалай болады? Бізді алдын ала брондау керек. Алдын ала бір күн бұрын айтса, біз бәрін свежий істейміз жаңағыдай. Алып келеміз, продуктымызды әкелеміз, Алматыдан алдырамыз. Малымызды соямыз, қозымызды, қойымызды, осы жерден
Енді жалпы енді алдын ала брондағанда номер ма бірдеңе тастайсыз ба? Я номерін тастап кетейін. 8777 051 68 78. Ол WhatsApp номер. Любой время жазса, жауап беремін. Сізге береке берсін, Аллах тағала. Әмин. Жалпы ашылғанына бір айдай уақыт болған екен. Дегенмен де біздер сол бастап беріп жатырмық былай айтқанда. Сондықтан да осы жаққа келулеріңізге кеңес беремін. Ал егер қалай келем, данный момент мен Алматыдамын, қалай келем, ойбай бара алмаймыз ғой дейтін болсаңыздар, менің таң атпаласы инстаграмыма шығасыздар. Проблем жоқ, пыр-пыр апарып алып келеміз ғой. Ешқандай проблем жоқ. Мұның барлығы көмір екен. Бұның барлығы мысалға Қарағандыда, Шахтыда алатын болса көмірді, мынақта кәдімгі ашық күйде алады екен, кәдімгі сыртынан. Енді көрініс енді масқара. Карьер ғой былай айтқанда бұл енді. Бұның барлық жері осылай ма? Барлығы кетіп баратыр да былай қарай. Октябрьде, сентябрьдің аяғы октябрь айында көмірді бір-ақ рет сөке чағып оталдырамыз. Мысалы, ағаштар салып. Сосын болды. Апрель, майға дейін сөнбейді ол. Үстіне сала береміз ғой, түртіп қойып. Пеште де ма? Пеште солай болды, түртіп қойып солай. Өшпейді ғой енді. Ұзақ бір 3 күн 4 күн бірақ кетіп қалып өшіп қалмаса күнде сосын өшпейді. Есіңді жүрек без шығарсып ойды сөйтінде бір қыз жіберейік әйтеуір бірдеңе істейік құр жүрмейік бір болсын жастардың миын бұр жүрмейік. Так, кешкі ас бізде. Нарын ба? Нарын сорпасы ғой, кеспе көже. Жеп жатырмық мынадан бері, жалпы дәмі жақсы екен, ұнап жатыр өзіме. Мынаған да өтіп кеткен ғой, короче. Еба. Қалай екен, Қан жүргізіп кетті ғой бойына. Сол қан жүгіреді. Сен мына жүрсің, мен бар ғой, қыста да шомыласың теңізге. Қыста да саласың теңізге. Қыста, білмеймін. Короче, ұйқыдан тұрып алдық. Таңғы неше қазір, 6 ма? 6. Сразу мұздай суға кіріп шығып едім. Базар жоқ қылып қалғанмы далада. Сосын екен, кеше айтпақшы, пеш жағып жаттық қой біздер түнде. Дала деген калатон болды, короче. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Жалпы көріп отқаныңыздай суға шайынып кәдімгідей бодряк ұстап алдық, бәрі керемет. Енді дәл осылай ауылдан сәл алшақтап кеттім. Кішкене жазатын нәрселерім бар, солардың барлығын жазып, реттестіріп, ойластырып. Енді тағы да бұлақтың суына түскім келіп тұр, білмеймін не екен. Жаңа вроде бәрі кішкенің бәрін ауыстырып алып едім, соған ерініп тұрмын да шыны керек. Енді сәл әрірек барып кішкенің болын шешіп таппай айтқан. Өзіммен өзім түскім келіп отыр да. Осындай уақ жеріне түссең, әдемі жататын шығармын деп ойлап отырмын мен. Дәл үшін. Бірақ мынаның несі алтып баратыр да. Қараңыздар. Аяқтың қатық болды ғой, короче. Бля! Миыңды қайнатып жіберіп тұр ғой мынаның салқыны. Ё-майо. Ша! Бірақ су алсаң, короче, заряд алуасы ғой, энергиядан бар ғой, білмеймін не екен. Мен түсем походу тағы да бар ғой. Көрінбейтін жер керек болып тұр да. Мынаяқтан көрінетін сияқты ауыл. Анадан былай қарай жүріп кетем ба, қазір қараймыз.
Короче, 100% заряд алып алды бүгінге бар ғой. Ё-моё. Түсергім келеді ғой мына суға. Короче, суға түсіп алдық та. Тағы да қымыз ғой, в общем. Негізінде қазір саумалы бар дейді да, таң атпай. Сол саумалға дейін аш қарынға шүгірек анау дейді. Мен ол күткім келіп отқан жоқ, пока бие келеді дей ма, бірдеңе дейді. Жаңа кішкене заряд алып алып энергия. Я соткамен бір-екі монтаж бар еді, жасап тастайтын. Сол, пока келем дегенше қымыз ішіп отырып, пыр-пыр жұмыс жасап тастаймын деп ойлап отырмын да. Себебі андай вдохновление келіп жатыр да. Қалай түсіндіремін білмеймін, короче. Былай айтқанда шабыт келіп жатыр ғой, шабыт жасап тастауға. Көптен бері бір жасай алмай жүрген видеом бар еді. Солардың бәрін бітіріп, мына ішіндегі памяттерін бәрін босатып, реттестіріп қойғым келіп отыр. Енді мынау жатқан қымыз ғой мынау. Бачокта да құйылып қара мұздай болып тұр ғой. Бір жақсы неограничено ғой. Қымыз ішесің ба, қанша ішесің сен іше бересің, в общем. Мынау деген рахат қой негізінде. Ё-моё. Солай. Таңғы ас бұйырса ішейін деп жатырық. Самаурмен шай, қаймақ, сармай, жұмыртқа, ыстық бауырсақ. Ас болсын. Походу мен қуып отырмайын, таң атпай, да? Давай. Короче, өзіміздің де шаруамызды ұмытпаймыз. Демалыстан бөлек мынандай мобилограф өзіміздің жеке киімдеріміздің барлығын видеоға түсіріп жатыр. Болды. Видео съемка жүріп жатыр. Так, енді заттар бар ғой, полный тұра берсін. Иә. Видео түсірмейміз, полный тұра берсін. Жоқ, қарбызды кесіп тастасын да, тырс. Мынаған бәрі тамақ жеп ұрып отырып. Нормально ма? Қайтtan алсыншы. Дастархан талауға қалды. Дастархан талайын деп жатыр, короче. Айтпа деймін, мен мынаны қарсы қайтып. 2-3 кет. Бұл қызық контент үшін за кадром деген бар ғой, за кулисами. Соны түсіресің ғой, ұстап отыр. Енді Мә, ертең дейді. Енді қашан талаймыз мына дастархан? Давайте, талаңдар. Талаймыз, дастархан талай. Құда келіңіз қарымызға оғына. Келіңіз оғанда өзімізде келіп кетейік, поход. Болды қыздар шешіне берсен де болады. Бар, бүйтіп ұзын қойып қойыңдар да, киімдікі өзі ешілге іліп салып алам. Мама шешінен бәрі. Тезектің еш шығады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар, жақсысыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсысыз ба? Жақсы тұрып жатсыз ба? Болды. Жолда өтіп бара жатыр, көріп тоқтап атқанымыз ғой, ешқандай ештеңе жоқ, бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Жаңа нақта түтіннің еш шығып атқасын, тіршілік болғасын, кішкене бір хабар алып кетейік, бәрі жақсы. Біз Ақтаудан боламыз жалпы. Сол осы мекендерге келіп бір қыдырып видео түсіріп жүрген жайымыз бар өзімізше. Апаммен амандасып жіберейік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз апа, жақсысыз ба? Жолшыбай өтіп бара жатыр, хабар алып атқанымыз ғой. Қалайсыз, жақсысыз ба? Жақсы. Болды, аман есе тұрып жатсыз. Аман есен жақсы. Болды. Қыдырып барасыңдар ма? Қыдырып жүрік, қыдырып жүрік. Жоғары? Жоғарыға шығып барады. Яқты, сосын жаңағы осы жақта бір тіршілік болып атқансан хабар алып кетейік, соғып кетейік деген ниет қой. Ешқандай ештеңеміз жоқ, былай бәрі жақсы. Бергеле. Мұнға бір кір жуып алақ деп. Кір жуып атсыңдар ма? Керемет. Баяғы отынға салып кір жуып ат еді. Ана күнде жаңбырға борсақ. Иә.
Бұл жерде мал ұстайтын жеріңіз ғой, иә? Мен түсінігім бойынша. Әлде тұрмыс осы жерде ма? Мен қой қаймаймыз, сиыр жылқымыз бар. Өңгөл олар ана жақта өрісте. Өрісте жүр қазір, да? Күн ашық болған болса кіріп ақтып, бәрінен шығарып ап не отырғанбыз ғой. Түсінікті. Мына балдарыңыз ба? Яна не берем менің? Балисаттық. Үйге көріңдер. Үйді түсіргін келіп тұр кәдімгі, осыны иісі шығып тұр кәдімгі ауылдың. Иә, күшті отып тұр екен. Проблем жоқ, апа, ештеңе істемей ақ қойыңыз. Мына кіре берісі дейсіз ғой, иә? Бірақта сізде свет жоқ шығар? Бізді кімді күн тоқ қой. Міне мынада күн тоқ. Қыстан ерге тамақ ішеміз, міне қа жатамыз. Керемет. Иә. Мына жерде төсек көрпе бәрі бар дейсіз ғой? Бар. Генератормен қосылып тұр ма мыналар сонда? Жоқ, мына батарейка. Батарейка ма? Аккумулятормен ба? Түсінді. Керемет, иә. Алла разы болсын. Амин. Амансыз апа. Жақсылай бет күн жақсы. Май бар ма сататын? Май? Иә. Қымбат Неге қаншадан? 5 мың. Мейлі бола емес, әкел 2 килограмм бер. Наличка бар ма етіне? Бар, наличка ақша бар. Шығарайын деді ғой. Жоқ, ол біреу ақ 10 мың теңге кеше ана балаға бере салайын ба деп ойлағам ғой. Бізді әкетіп жүр деп. Алмай қойды, бұлда. Алмай қойды, керек емес деп. Мынау сендер жүргендер. Не пісіріп жатсыз? Или жаңа кір жуып жатсыз ба? Жаңа пыстып. Мына қазанда астып жүрмін ғой. Қыстып жатыр да. Ойбай, мына бықсыптарын түсірмей ақ қой. Жоқ, бәрі жақсы, проблема жоқ. Ауыл ғой, енді шаруа жасап жатсыз, ештеңе емес. Мына суды ысытып жатқан екенсіз ғой. Жаңа біздің ауылдағыдай жаңағы стиралка жоқ дейсіз ғой, бұл айтқанда. Иә, қалжың ғой. Мынау сендер жүргендер. Я бісміллә. Май алдыңыз ба? Май алдым. Керемет. Таптаны кеше ғана сияқты. Тұздалған. Все, апа, рахмет, Алла разы болсын. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Кетпейді, құрт берсем мінекей. Іштен етпез, апа, разымыз, осыған разымыз, бәрі жақсы. Мына жаққа кептіріп қойғансыз ба? Вау, керемет. Алла разы болсын, рахмет, апа. Қанша баларың бар? Біз 3 бар. Болды, апа, керек емес болды, апа. Сау болыңыз. Күшті екен дәмі. Дәмі деген вообще Айта алмай жатсың ба? айта алмай жатырмын. Мынағар апанар. Дәмін сезіну керек. Біздің таудың алмасы мынау. Мен немерелерім келеді ғой. Сен менде таудың алмасы деп берем ғой. Таудың алмасы деп па? Бізде енді бұған сізге беретін дымымыз жоқ енді. Каспийде ғой бізде бәрі. Болды бірақ. Алла береді ертең. Амин. Иә. Ниеттен бір бала миллион соң баталарын берсең болды. Бата бер қосайдың баласысың ғой. Иә, бер жіберейік. Бері ғой. 4 келін алдым. Иә. Бергеші. Бергеш. Bir balam yüzüme geldi. Қосайдың баласы бата берейін деп жатыр. Мен сол балам үшін отырмын тауда. Ол нешеде үйленбегенде? 85-ші бала. 85-те ма? 85-ші жылғы ма? Сол қыздарың бар ма дейсің? 85-ке қыз бар ма дейді? Қой, не дейміз енді? Я Аллах тағалам осы жалпы некенге өзің күш қуат бере көр, осы үйге, осы шаңыраққа өзің бірлік бақ, ырысын тамақ бере көр. Аллах тағалам апамыздың денсаулығын мықты қыла көр. Аллах тағалам апамыздың тек қана ойлаған арман мақсаттарына жетуге нәсіп ете көр. Аллах тағалам осы ұстап отқан бар шаруашылықтарының барлығына береке бере көр. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Енді жаңа айтып атқа қосай дегесін ғана бестеп жатыр мен бата беретін жағдайда емессің негізінде Алла. Жаңағыдай балаңыз үйленбей жүрген болса жақсы жарт нәсіп етсін ол жігітке. Жалпы жақсы жолдасы, өмірлік жолдасын тапсын дегенге. Сол бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Әрдайым тек қана жақсылықта
бірлік бақта, ырыс ынтымақта кездесе берейік. Осы сіздің мекенге келіп жатыр, өте керемет, өзім әсерде жүрмін. Табиғаттарыңызда Аллах тағалам осы күйден айырмасын, әрдайым осылай жарқырап, жайнап тұра берсін деген Аллах. Жолдарың болсын, Құдай аман жолын берсін. Амин апа. Иә. 70-ке келдім мінекей намаз. Иә. 70-ке келіп бүйтіп бал ұстап отырсаңыз, апа, қызсыз ғой. Ана ұлға қыз деген сізге шалыз дейді да. Ол өз тауасын. Сізге шалыз дейді да. Құдайдың берген қуаты ғой енді. Шалым бар. Болды, жақсы, иә, сау болыңдар, аман отырыңдар. Аман отырыңыздар. Олай ғой, примерно. Кішкене осылай ауасын жұтып, қазір енді тамақтың да уақыты болып қалды. Сол ауылға қарай жол жүреміз. Тамақ шай ішіп алып, әрі қарай қозғаламыз. Бұйырса мүмкін Көлсайға баратын шығармыз. Так, біздер жалпы енді осы Ой-Қарағай демалыс кешенінен кетіп бара жатырып, кетіп баратқанда, блин, алдымнан мына жүгіріп шықты, ё-моё. Мен өтіп кетейін, жігіттер, өтіп кетейін, не қылса дейсің ғой. Сонымен біздер жалпы Ой-Қарағай демалыс кешенінен кетіп бара жатырып, жалпы осы бір күннің ішінде бізге неше теңге кетті дейтін болсаңыздар, біздер қазір салонда неше адам, біздер өзімнің жолдасым, өзім және де қол көтеріп қойыңыздар. Өзімнің 3 балам, еще помимо олардан бөлек тағы 3 бала болды, былай айтқанда. 2 қыз, 1 бала. Соның барлығына 77 000 теңге ақша кетті. Енді ол ақша жалпы өздеріңіз шешесіздер, қымбат па, арзан ба деген сияқты. Помимо өзім лично айтатын болсам, 77 000-ға бір күнге еще мынандай свал арабамен олай ешқай жерде демалмайсыздар. Ой-Қарағай демалыс кешенінен шыққасын Нарынқолға соғып, ауылдың ішін бір айналып, шай тамақ ішіп, кері қарай Кегес ауылының үстімен Тоғызбұлақ ауылына қарай бет алдық. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жалпы өздеріңіз бақылап қарап отқан болатын болсаңыздар, біздер кеше сол Райымбек ауданынан шыққан болатынбыз. Ол жерден енді бұйырса, міне кеше түнделетіп Тоғызбұлақ ауылына келіп қалдық. Бұл жол бұйырса жаңағы Көлсайға қарай қосатын жолдардың бірі. Қазір міне жаңбыр жауып тұр, сылбырап. Кеше түнде осы жаққа таулардың үстімен кәдімгідей серпантинный жолдармен былайынан өтіп. Мен ол жолды негізінде ойлаған жоқпын, дәл сондай екенінде таудың уже жанына барып көтеріліп жатқаннан кейін түсініп қалдым да, что мен таудың жоғарысына көтеріліп жатқанымды да. Дегенмен де бәрі жақсы, бәрі керемет. Бұйырса видеоны соңына дейін қараңыздар. Осыда бұйырса қызықты сәттер өте көп болады. Сол себепті алдын ала подписка жасап, тіркеліп, арнаға лайктарыңызды басып, және де пікір қалдырып отырыңыздар. Біз бастаймыз, кеттік. Сіздерге жалпы кеше қонып қалған үйімізді көрсете отырайын. Мына осындай бір үй. Ар жағында өзінің времянкасы бар екен. Ауласы. Және де апа бұзаулардың барлығын сыртқа шығарып өріске жіберіп жатыр екен. Мына жерде жалпы өздері саумал ұстайды екен. Қымыз, анау сондай бір шаруашылықтар бар. Және де мынандай ағаш үй құрып қойған, осы ағаш үйдің ішінде адамдар жатыр дейді. Саумал ішіп та. Осы Тоғызбұлақ ауылының жалпы атауы неде? Кішігірім жаңа видео түсіріп жатыр едік қой. Тоғызбұлақ атауы мына жақта енді Тоғызбұлақ бар, содан ғой. Сайлардың бәрі бұлақ. Мына сайлардың барлығы бұлақ болған, иә? Қазірде бар ма? Бар қазірде бұлақта. Тұтас су бұлақ ағасы. Сол себепті атауы сода да. Осы жақта ме жаңа бір кино түсірген Балуан Шолақ па да? Балуан Шолақты үш жерде түсірді. Қарасай батыр. Қарасай батыр? Орамалды ше. Керемет. Мәкемегенде. Не, тоңдың ба не? Маған прикол ұстап отыр едің ғой, үстіндегін киіп алыпсың деп. Жоқ, просто жаңбырға жүріп келдім жаңа. Шешім ба деп отырсың. Сылтаудың тауада әйтеуір осылар бар ғой.
үстіңде киіп ал жүріп бірдеңе деп қараған әңгіме айтып отырады жаңа. Киіп ал үстіндегі тоңасың деп. Ата таудың басы тоңдырып тұр ғой, қалай болғанда да. Енді мына жердегі әрбір сайда қарап отырсаңыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп өзім солай ойлап отырмын. Соның ішінде 9 бұлақ ағып тұр дейді ғой. Қазір қымыз қалай дайындалатын технологиясын қарайтын боламыз. Так, осы қымызды ішеміз да, бірақ қалай дайындалатынын білмейміз екен. Так, бұл енді айналдырып бұны не істеп жатыр? Көпір. А? Қымызды пісіп жатыр ол көбені. Салмау құямыз, өстіп араластырады. Жоқ, сізге ол деген оңайда, біз енді түсінбейміз ғой. Мысалға, мынау қанша литр? 40 литрлік да? 40 литр, оның үстіне саумал құясыз, дұрыс па? Ел табамыз, әкелеміз, қиямыз, шебереміз. Сол қымыз болады да? Уақытында күнде ана көбіні ұстап, жуып, тазалап, ұстап, қайтып ауыстырып қоямыз. Ыдысын ба? Қымыз жалпы осылай дайындалады. Одан кейін нақты тамақ пісіретін қазандар, е? Керемет. Мынау кәдімгі технологиясы мықты екен. Бірақ қымыздың шықты байқапсың ба? Ішесің ба қымыз? Қой, қазір рөлге отырамын ғой. Сіздерде кредит дейтін нәрсе жоқ шығар, е? Бар ма? Кредит алып көрмеппін. Ане. Алады ғой, бәрі алады. Енді керек құдай алғыз құдай қойсын деп қойып. Дұрыс. Жалпы да, ойлап атқан бұл сияқты кредит дейтін нәрселер жоқ шығар. Көп алмайды, керек кезінде алады ғой, кімде болса алады ғой кредитте. Біздер міне енді Тоғызбұлақ ауылынан шығып кетіп, әрі қарай Жалағаш ауылына қарай бағыт алдық. Одан кейін Қарабұлақ және Саты ауылдарының үстімен өтіп Көлсайға қарай жол тарттық. Біздер енді жаңа Саты ауылынан өтіп кеттік. Көлсайға жақындап келе жатырық жайлап. Так, Көлсайға да келіп қалдық, аман есен. Мына жерде арраба жүр ғой, короче. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Нұреке, брат, қалай жағдай? Амансың ба? Шүкір, жақсы, амансың ба? Привет, қалай жағдай? Жақсысың ба? Ей, мына кім бұл? Жасмин дейді. Не хабар? Кеп қалдым да. Шыбыр жүрсің? Жаяу? Міне екінші банды. Мына бірінші көлік, мына екінші көлік дейсің ғой да? Базар жоқ. Қалай, жақсы жүрсіңдер ма? Теміртаудың басында жаттық. Қай таудың, анаяқта ма? Осы жерлерде ғой жалпы барлығы жататын ғой. Сен оның үстіне кетіп қалдың ба? Сен палаткамен жүрсің, короче, да? Базар жоқ. Тек осы жақта шығар, маса көрмеген өзі. Тыныш. Қай жақ барып кетті? Арын қол дедің ба? Қай жаққа барып кетқан видеода көресің бұйырса. Сенде стажный шығарсың қыдырудың. Олардың да көп боласы. Жүріп сол. Кетемде отыратын ғой. Келді ма? Бұл жаңа шыпырат. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Шүкір, жақсы. Өзің қалай? Жүрсіңдер жайлап қыдырып. Тыныш, жақсы. Бір апта ма? Білмеймін қанша. Жүргі айтып болдыңдар, шаршадыңдар, үйге кетесіңдер. Тапау керек. Екі точка. Екі точка. Ол по пути ғой точка. Главное, мама с моей ютубчем. Ютубтен көресің ертеңі.
Давай, жақсы онда. Давай, жақсы, жолдарың болсын, от души. Иә. Қара. Ұстап алам. Ұстап алам. Жаңыл құрып кетті, короче. Планның бәрін бұзды ғой. Фотосессия болмайтын болды еще. Күтеміз кішкене. Бол, жүгір. Қаш. Оам.